Астана қаласының бір шетіндегі шағын ауылда Аяулым есімді жас қыз тұратын. Ол 18 жаста сұлулығымен мақтанатын мектептегі ең танымал қыздардың бірі еді. Аяулымның көздері қара, шашы ұзын, күлкісі жарқын болатын. Бірақ оның мінезі тәкаппар еді. Ол тек сымбатты, бай жігіттерге ғана назар аударатын. Бір күні мектепте Ерлан есімді жігіт Аяулымға жақындауға тырысты. Ерлан 19 жаста, қарапайым отбасыдан шыққан, оқуы жақсы, бірақ сыртқы келбеті орташа еді. Оның бетінде бірнеше безеу бар, шашы қысқа, киімі қарапайым. Ерлан Аяулымға гүл сыйлап сөз айтпақ болды. «Аяулым, сен маған ұнайсың. Бірге жүрейікші?» деді Ерлан қызыл болып. Аяулым күліп жіберді де, достарына қарап, «Мына ұсқынсызға қараңдаршы. Мен сен сияқтылармен жүрем бе? Жоғалшы көзімнен», деп менсінбеді. Ерланның жүрегі ауырды, бірақ ештеңе демей кетіп қалды. Ол Аяулымды шынымен жақсы көретін, бірақ оның сөздері оны қатты ренжітті. Бір аптадан кейін Аяулым достарымен кешке қыдырып жүрген. Кеш батқан, көше қараңғы. Олар шағын саябаққа келгенде, көше бұзақылары 3 жігіт пайда болды. Олар мас еді, Аяулымды жалғыз қалдырып, достары қашып кетті. «Қыз, бізбен ойнап кет», деп күлді бұзақылар. Аяулым қорықты, айқайлады, бірақ ешкім келмеді. Бұзақылар оны зорлады. Аяулым жылап ауырып жатты. Оқиғадан кейін ол үйіне әрең жетті, ешкімге айтпады, өзіне өзі қамалды. Ертесіне мектепте Ерлан Аяулымның беті бозарып, көзі ісіп тұрғанын көрді. Ол бірдеңе болғанын сезді. «Аяулым, не болды? Көмектесейін бе?» деп сұрады. Ерлан. Аяулым алғашында үндемеді, бірақ Ерланның шынайы көздеріне қарап, бәрін айтып жылады. Ерлан қатты ашуланды, бірақ Аяулымды тыныштандырды. «Мен сеніменмін. Ешкімге айтпаймын, бірақ дәрігерге бар. Мен қолдаймын», деді ол. Ерлан Аяулымды ауруханаға апарды, полицияға шағым жазуға көмектесті. Ол күнде келіп сөйлесіп қолдау көрсетті. Аяулым біртіндеп Ерланның жүрегінің жақсылығын түсінді. Уақыт өте келе, Аяулым Ерланды жақсы көріп қалды. Оның сыртқы келбеті емес, ішкі әлемі маңызды болды. Бір күні саябақта отырып, «Ерлан, мен сені бұрын менсінбегеніме өкінемін. Сен шынайысың», деді Аяулым. Ерлан күлімсіреді. «Мен сені әрқашан жақсы көргем». Олар сүйісіп, ресми түрде жүре бастады. Күндер бақытты өтті, бірге қыдырды, сөйлесті. Бірнеше айдан кейін олардың қарым-қатынасы тереңдеді. Бір күні Ерланның үйінде жалғыз қалғанда махаббаттары төсек қатынасына айналды. Олар бір-бірін жақсы көргендіктен бұл табиғи болды. Аяулым бақытты еді, Ерлан да. Бірақ келесі күні Ерланның мінезі өзгерді. Ол ойланып қалды. Ерлан Аяулымды шақырды. «Аяулым, біз айырылысайық. Мен сені лайық емеспін». Аяулым таң қалды. «Не айтып тұрсың? Мен сені жақсы көремін». «Жоқ, бұл дұрыс емес. Кешір», деп Ерлан кетіп қалды. Аяулым жылады, түсінбеді. Ерланның себебін айтпағаны оны қинады. Арада 1 жыл өтті. Аяулым университетте оқып жатты, бірақ Ерланды ұмытпады. Күнде ойлайтын, түнде жылайтын. Ерлан да солай, жұмыста жүріп, Аяулымды сағынатын. Бірақ ол өзін ұсқынсыз сезінгендіктен айырылған еді. Бір күні Ерланның денесі ауыра бастады. Дәрігерге барса, қатерлі ісік диагнозы қойылды. Ол ауруханаға түсті, ем алды, бірақ ауру асқынып жатты. Ерлан 1 жыл бойы өмірін қарапайым өткізді. Жұмыс істеді, үйге қайтып, жалғыз тамақ ішті. Аяулым туралы ойлаған сайын жүрегі сыздап, бірақ ешқашан хабарласпады. «Ол маған лайық емес, мен оны бақытсыз еткен болармын», деп өзін-өз алдады. Бір күні таңертең тұрғанда бас айналып еденге құлады. Қолы дірілдеп, тамағына бірдеңе қыстығып тұрғандай болды. Дәрігерге барғанда қан анализі алынды. Дәрігердің беті өзгеріп, «Ерлан мырза, сізге толық тексеру керек. Бұл қатерлі ісікке ұқсайды. Бүйректе ісік бар, метастаз басталған сияқты». Ерлан ештеңе айта алмады. Қолына қағаз ұстатып ауруханаға жатуды ұсынды. Ол үйге қайтып төсекке жатып төбеге қарап жатты. Міне, енді бәрі аяқталды деген ой келді. Бірақ бір сәтте Аяулымның күлкісі есіне түсті.
Көзіне жас келді, аяулым университетте 2 курста оқып жүрді. Ол өзін күштеу арқылы өмір сүріп жатқан. Күніне бірнеше рет Ерланды еске алып, телефонға қарап отыратын. Бірақ нөмірін теруге батылы жетпейтін. Бір күні ортақ досы Нұрлан хабарласты. Аяулым, Ерлан ауруханада жатыр. Қатерлі ісік. Дәрігерлер ұзаққа бармайды деп айтып жатыр. Сен барасың ба? Аяулымның телефоны қолынан түсіп кетті. Жүрегі қатты соғып, ентігіп кетті. Бірден такси ұстап, 7 қалалық ауруханаға асықты. Аурухана коридорының иісі, ақ халатты дәрігерлер, жылаған адамдар. Бәрі бір сәтте есіне түсті. Ерланның палатасына кіргенде ол терезеге қарап жатқан. Шашы түсіп беті сары, көзі ойылып кеткен. Бірақ аяулым оны бірден таныды. Ерлан деп сыбырлады. Ерлан баяу бұрылып таң қалып қарады. Аяулым, сен қалай білдің? Маған маңызды емес. Мен келдім. Енді кетпеймін. Ерланның көзіне жас толды, бірақ ол күлімсіреуге тырысты. Сен әлі де әдемісің. Мен сияқты қаңбаққа неге келдің? Аяулым оның қолына отырып саусақтарын сығымдады. Сен қаңбақ емессің. Сен менің өмірімді сақтап қалған адамсың. Келесі күндері аяулым университетке бармай, ауруханада өткізді. Таңертең ерте келіп, Ерланға сорпа әкелетін, оның шашын тарап, бетін сүртетін. Ерлан химиотерапиядан кейін әлсіреп құсатын, бірақ аяулымның қасында болғаны оған күш беретін. Неге менен кеттің? Деп бір күні аяулым сұрады. Ерлан ұзақ үнсіз қалды. Мен сені лайық емеспін деп ойладым. Сен әдемі, ақылды, ал мен ұсқынсыз, қарапайым. Сен басқа біреумен бақытты боласың деп шештім. Бірақ қателескен екем. Аяулым жылады. Сен менің бақытым болдың. Сен кеткен соң мен ешкіммен болған жоқпын. Сенсіз өмір сүре алмадым. Ерлан оның қолын өзіне тартып маңдайынан сүйді. Кешір мені. Енді кеш болса да рахмет саған. Ауру асқынды. Химия мен сәуле емдері көмектеспеді. Ерланның ауруы күшейді. Түнде ұйықтай алмай, қатты ыңылдап жататын. Аяулым оның қасында отырып, қолын ұстап, ән айтатын, ертегі айтып беретін. Бір түнде Ерлан кенеттен жылап жіберді. Дауысы әлсіз, бірақ жүрегі жарыла жылады. Мен өлгім келмейді, аяулым. Мен әлі өмір сүргім келеді. Сенмен бірге тағы жүргім келеді. Тағы бір рет сүйгім келеді. Тағы бір рет күлгім келеді. Аяулым оны құшақтап өзі де жылады. Сен өлмейсің. Сен мықтысың. Мен сені тастамаймын. Біз біргеміз. Бірақ екеуі де шындықты білетін. Уақыт аз қалған Ерлан сөйлеуге әрең күш жинайтын. Бірақ аяулымға көп нәрсе айтқысы келді. Мен сені жақсы көрдім алғаш көргеннен бастап. Сен мені менсінбеген күні де сүйдім. Сен мені құтқардың. Сен менің өмірімнің мағынасы болдың. Аяулым оның сөзін тыңдап жазып алатын. Кейін оқып жылайтын. Ерлан бір күні, мені жерлегенде қасыма гүл әкел. Қызыл раушан. Сен жақсы көретін гүл. Аяулым басын изеді. Әкелемін, әр апта сайын әкелемін. Ерланның көзі жабылып, тынысы баяулады. Бірақ ол әлі ұстап тұрған аяулымның қолын босатпады. Таңғы сағат 4:17-де Ерланның жүрегі тоқтады. Монитордағы сызық түзуленіп, дабыл қақты. Дәрігерлер жүгіріп келді, бірақ бәрі кеш болды. Аяулым Ерланның қолын әлі де ұстап тұрды. Ол ештеңе айтпады. Тек көз жасы ғана ақты. Дәрігерлер оны бөлікке алып шықты. Аурухана дәлізінде аяулым қабырғаға сүйеніп, еденге отырып қалды. Оның қолында Ерланның соңғы рет сығымдаған жылуы әлі бар еді. Сен кеттің деп сыбырлады. Енді мен қалай өмір сүремін? Сол сәтте әлем оның үшін қараңғы болып кетті. Ерланның жерлеуінен кейін аяулым өмірден түңілді. Ол үйде қамалып, ешкіммен сөйлеспеді. Өзіне қол жұмсағысы келді. Бір түнде аяулым пышақ алып, тамырын кеспек болды. Қан ақты, ол есінен танып қалды. Көршісінің баласы 15 жастағы Әли есікті бұзып кіріп, аяулымды құтқарды. Ол ауруханаға апарды. Қарындас, өлмеңіз. Өмір жалғасады, деді Әли. Ауруханада аяулым ем алды.
Әли күнде келіп сөйлесті. Аяулым біртіндеп өмірдің мәнін түсінді. Ауруханадан шыққаннан кейін аяулым әлі де әлсіз еді. Ол үйге қайтып, бірақ енді жалғыздықты көтере алмады. Әли сол түні оны құтқарған 15 жастағы көрші баласы күнде келіп тұратын болды. Алғашында аяулым онымен сөйлескісі келмеді, бірақ Әлидің шынайы қамқорлығы біртіндеп жүрегін жібітті. Әли мектептен кейін кіріп шай қайнататын, кейде үй тазалауға көмектесетін. Бір күні ол: апа, кешке серуендеп қайтайықшы. Ауа райы жақсы ғой. Жүру пайдалы, деді. Аяулым бас тартқысы келді, бірақ Әлидің күлкісіне шыдай алмады. Олар Есіл өзенінің жағасына барды. Күн батқан кезде аяулым алғаш рет ұзақ уақыттан бері тыныш отырды. Әли сөйлемей қасында болды, бұл аяулымға жеткілікті еді. Уақыт өте Әли аяулымға достықтың жаңа түрін үйретті: сөзсіз қолдау, күштеп емес, жай ғана қасында болу. Аяулым бір күні: сен неге маған осыншама жақсысың? Мен саған ештеңе берген жоқпын ғой, деп сұрады. Әли иығын көтерді: сіз маған апам сияқтысыз. Мен де бір күні біреуге көмектескім келеді. Сіз маған сол мүмкіндік бердіңіз. Аяулымның көзіне жас келді, бірақ бұл жолы қайғы емес, ризашылық еді. Бір күні аяулым Ерланның қабіріне барды. Қолына қызыл раушандар, Ерлан сұраған гүлдерді алған. Зиратта жел соғып, жапырақтар ұшып жүрді. Ол қабірдің алдына отырып гүлдерді қойды. Ерлан, мен әлі де саған ренжіген жоқпын. Сен мені тастап кеттің, бірақ соңында қайтып келдің. Сен менің өмірімді сақтап қалдың 2 рет. Біріншісі сол түнде, екіншісі соңғы күндерінде. Ол қабір тасына қолын қойып сөйледі: мен сені ұмытпаймын. Бірақ мен енді өмір сүргім келеді. Сен маған үйреткен нәрсе махаббаттың өлмейтіні. Ол пішін өзгертеді, бірақ жоғалмайды. Мен саған уәде беремін, мен бақытты болуға тырысамын. Сен үшін де. Жылап отырып, ол бірінші рет жеңілдік сезінді. Өткен қайғы болып қалды, бірақ ол оны жеңіп шықты. Кетерде ол тағы бір рет қарап: рахмет саған, махаббатым, деп сыбырлады. Осы күннен бастап аяулым Ерланды еске алғанда жүрегі ауырмай, жылынып тұратын болды. Осындай өмірлік хикаяларды тыңдағыңыз келсе, лайк басып, каналға тіркеліңіз, келесі хикаялар одан да қызық болады. Соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіз.